Ассаламалейкум, құрметті қыздар, ханымдар. Бүгін шалбардың балағын қысқартатын боламыз. Аберлоктап қайырып тігетін боламыз. Бізге осындай шалбар келді. Осыны белгілеп, ұзындықты 2 см қалдырып сызып аламыз. Оны аберлоктап тігетін боламыз. Ал егер ұзындығы 4 см болса, 2 см қырып тастайсыз. Одан да көп болса 2 см қалдырып тігетін боламыз. Қайырып тігуге 2 см жетеді. Осылай белгілеп аламыз. Линейкамен сызып аламыз. 2 см қалдырдым, артығын қырқып алып тастаймын. Кейде болады, клиент 4 см қалдырыңыз дейді. Қалдыруға болады, бірақ жалпақтау етіп қайырылады. Енді осыны аберлоктаймыз, қырқып алдым. Одан кейін 2 см-мізді қайырып тігеміз. Аберлоктаймыз. Түстес жіппен аберлоктаған дұрыс, әрине. Болады, егер сөгілмейтін мата болса, аберлоктамай тігуге болады. Бірақ аберлоктасаңыз, ол аккуратный, әдемі болатын болады. Енді машинкамен тігіп шығамыз. Тура аберлоктың үстінен тіксеңіздер, түзу болып шығады. Осылай тігеміз. Егер мужской шалбар болса, бұл тігіп жатқанымыз женский шалбар, мужской шалбар болатын болса, оны лентасын тігіп, сосын қайыруға әдемі болады. Міне осылай шықты. Енді осыны үтіктейтін боламыз. Пармен жақсылап үтіктеп шығамыз. Сонымен біздің шалбарымыз дайын болады. Егер сізде аберлок машинкасы болмаса, онда зигзагпен тігіп, одан кейін қайырып тігуге болады. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.